Өз өміріңізді жасаңыз, ойларыңыз сіздің ең жақсы досыңыз болсын. Біріншіден, барлық мұғалімдер сізді өзін-өзі жетілдіруге апаратын баспалдақтар ғана екенін есте сақтаңыз. Бұл маған да қатысты. Мен өз ойларыммен бөлісе отырып, сізге өзіңізге сенімділік беруге тырысамын. Сіз әртүрлі адамдардан үйренуіңіз керек және көптеген кітаптарды оқуыңыз керек. Өйткені бір жүйе бәрін қамти алмайды. Біз оны толық түсінуіміз үшін өмір тым кең және алуан түрлі үнемі өзгеріп жетілдіріп, болмыстың жаңа деңгейлеріне көтеріледі. Бұл кітап сізге беретін білімді пайдаланыңыз. Оларды сіңіріп, байланысыңыз. Жаңа кітаптарға, жаңа мұғалімдерге, өмірге деген көзқарасыңызды үнемі кеңейтіп отырыңыз. Барлық әйелдер, соның ішінде сіз бен біз бала кезден ұятқа қалдық, кінәлі болдық. Біздің ойларымыз бен іс-әрекетімізді ата-ана мен қоғам бағдарламады. Біз әйелдер сияқты ойлауымыз және әрекет етуіміз керек. Барлық ережелермен, тыйымдармен, шектеулермен. Кейбір әйелдер бұл тағдырға қанағаттанғанмен, көпшілігі өз өмірін өзгертуге тырысады. Өмір көптеген эволюциялық кезеңдерден тұрады. Енді біз таңғажайып өзгерістердің алдында тұрмыз. Жақында әйелдер ерлердің қыңырлығына және сенімдеріне толығымен тәуелді болады. Олар біз үшін қашанда қалай істеуге керектігін шешті. Кішкентай кезімізде бір адамның соңынан еріп, оған жоғарғы қарап минут сайын сұрайтынмын: менің айтқаным дұрыс па? Істеп жатырмын ба? Мұны маған ешкім үйреткен жоқ, бірақ анам солай ұстады. Мен оны бақылап отырып, өз еркімге қарамастан оның мінез-құлқын қабылдадым. Менің анам барлық істер ер адамға бағынуды үйреткен, сондықтан ол қорлауды әдеттегідей қабылдады. Ал мен мұндай емге бала кезімнен үйренгенмін. Бұл ата-анамыздың өмірін бақылау, олардың мінез-құлқын көшіру және олардың сенімдерін қабылдау арқылы әлемді қалай түсінетінімізді тамаша үлгісі. Мұндай мінез-құлық қалыпты емес. Маған басқаша қарауға лайық екенін түсіну үшін көп уақыт қажет болады. Бірте-бірте менің ішкі нанымдар мен санам, менде өз-өзіме деген сенімділік, өзімді құрметтеу пайда бола бастады. Сонымен бірге менің мінез-құлқым айналамдағы дүниеде өзгерді. Мен үстемшіл, ерлердің тартымды нысанасы болудан қалдым. Өзіне деген сенімділік пен құрмет әйел жанының қазынасынан ең құнды дүние. Егер бізде бұл қасиет жетіспесе, оларды өз бойымызда тәрбиелеуіміз керек. Өзін-өзі бағалауды жоғарғы әйел өзінің құлдық, тәуелді жағдайларына лайықсыз күйге түспейді. Өзімізді түкке тұрғысыз және түкке тұрғысыз санайтындар ғана басқалардың оларға үстемдік етуіне жол бере алады. Бүгін мен өз жұмысыммен барлық әйелдерге өз мүмкіндіктерін толық ашуға, осы дүниеде өз орнын табуға көмектесемін. Түсінгендеріңізді қалаймын. Әрқайсыңыз өзіңізді сүюге, құрметтеуге, өзіңізді бекітуге және қоғамда лайықты орын алуға қабілеттісіз.